Қайырлы күн, құрметті оқушылар. Бүгін біз сіздерменен қазақ тілі сабағын бастаймыз. Бүгінгі біздің өтетін жаңа тақырыбымыз дәрілік шөптердің денсаулыққа пайдасы деп аталады. Оқу мақсаты: идеясы ұқсас публицистикалық және көркем әдебиет стиліндегі мәтіндердің тақырыбы, құрылымы, мақсатты аудиториясы, тілдік ерекшелігін салыстыра талдау, коммуникативтік жағдаятқа сай көркем бейнелеуіш эмоционалды экспрессивті сөздерді және мақал-мәтелдер мен тұрақты тіркестерді еркін қолданып диалогке қатысу, пікірталаста тез және дұрыс шешім қабылдай білу. Бағалау критерийі: идеясы ұқсас публицистикалық және көркем әдебиет стиліндегі мәтіндердің тақырыбы, құрылымы, мақсатты аудиториясы, тілдік ерекшелігін салыстыра талдайды, коммуникативтік жағдаятқа сай көркем бейнелеуіш эмоционалды экспрессивті сөздерді және мақал-мәтелдер мен тұрақты тіркестерді еркін қолданып, пікірталаста тез және де дұрыс шешім қабылдай біледі. Көтерілген мәселені шынайы өмірмен байланыстыра отырып, өз пікірін дәлелді жеткізеді. Дәрілік өсімдіктер, шипалы өсімдіктер, медицинада емдеу және де аурулардың алдын алу мақсатында қолданылатын өсімдіктер. Қазіргі таңда медицинада қолданылатын 600-ге жуық өсімдіктердің түрлері белгілі. Балалар, ал біз қандай дәрілік шөптердің түрлерін білеміз? Және оларды өмірде қаншалықты жиі қолданып жатырмыз? Қазір бізге пайдалы кеңес беретін мынандай бейне материалды бірге тамашаласақ. Құрметті көрермендер, күн суытты, түрлі тұмау, ауру сырқаулар көбейіп жатыр. Дегенмен антибиотик пен дәрілерге жүгіргенше шөппен емделгенде дұрыс болар. Алдағы бейнесюжеттен толығырақ білетін боласыздар. Бір қарағанда қатардағы қарапайым гүл секілді, сабақтары әдеттегідей, жапырақшалары да бір қалыпты. Бұл гүлдің адамға пайдасы көп. Түймедақтың халық медицинасында алар орны да бөлек. Түймедақтың 350-ге тарта түрі бар. Олардың 3-тен 1 бөлігі Ресей даласында өседі. Сол түрлерінің ішіндегі ең кең таралғандары римдік, неміс, далматтық, кавказдық, парсылық түймедақтар. Ежелгі Египетте түймедақ гүлі күн құдайы Раға арналған. Түймедақ адам жүйкесін тыныштандырып, оған түскен ауыртпашылықты қалпына келтіреді, қан қысымын қалыпты жағдайға дейін түсіреді. Қазіргі таңда түймедақты сыйлық ретінде ғана емес, оны кептіріп, ашытып, дәрі-дәрмек ретінде де пайдалануға болады. Әсіресе көптеген ауруларды емдеу үшін оның тұнбасын пайдаланамыз. Тікшек, асқазан жарасы аурулары, бауыр, бүйрек, өт қабынған кездерде өте пайдалы. Түймедақтан компресс жасауға болады. Егер көздеріңізге теріскен шығатын жағдай болса, түймедақты қайнатып, көзіңізге компресс жасауға болады. Егер де асқазаныңыз мазалап жүрген жағдай болса, түймедақты тұнбасын әзірлеп, 2 ас қасық ұнтақталған түймедаққа 1 стақан су құйып, ыстық су, жарты сағат тұндырып, аш қарынға ішсеңіз болады. Ангина кезінде тамақты шайсаңыз, бал мен лимон қосып, суық деген кезде ішсеңіз өте пайдалы. Түймедақ күрделі гүлділер тұқымдасына жататын 1 жылдық өсімдік. Ол негізінен тұқым шашу арқылы өсіп өнеді. Биіктігі 30-70 сантиметр. Оны республикамыздың барлық өңірінен кездестіруге болады. Су бойларында, жазық далада, егістік арасында, үй аулаларында ешқандай жағдай талғамастан өсе береді. Балалар, дәрілік қасиеті бар. Түймедақтың пайдасы осындай екен. Жақсы, сабағымызды ары қарай жалғастырайық. Оқылым, тыңдалым мәтініне назар аударамыз. Бұл мәтін Inform KZ сайтынан алынған екен. Мәтінді мұқият тыңдаймыз. Өсімдікті емге пайдалану туралы алғашқы мәліметтер ежелгі Ассирияда табылған қыш тақтайшаларға жазылған. Өз дәуірінде қолданылған 200-ден астам өсімдікке сипаттама берген ежелгі грек дәрігері Гиппократ өсімдіктің қай бөлігі болса да пайдалы, оларды ауруды емдеуде кеңінен қолдануға болады десе, Рим дәрігері Гален тұңғыш рет науқастарды өсімдіктің қайнатындысымен
шырыны менен, тұнбасы менен, ұнтағы мен және одан жасалған дәріменен емдеді. Қазақ елінің тәуелсіздігінен кейін медицина саласындағы ғұлама ғалымдар қатарына 15 ғасырдың шипагер ғалымы Өтебойдақ Тілеуқабылұлының есімі де қосылды. Оның шипагерлік баянындағы шипагерлік дәстүр мен үрдіс жаңа белеске көтеріліп, оны зерттеуге кең жол ашылды. Қазақ халқының шипагерлік ілімін ғылыми жолмен дамытқан Тілеуқабылұлы дала зертханасы арқылы 1000-нан астам дәрі-дәрмек түрін, 858 түрлі дәрілік өсімдікпенен 318 жан-жануарлар мүшелері және 60-тан астам металлоидтер қоспасынан жасаған. Шипагердің науқас адамдарға арнап 1050 түрлі шипа емді және 4577 дәрі тізбесін ұсынуы 15 ғасырда қазақ жерінде фармакология ілімінің алдыңғы қатарда дамығанын дәлелдейді. Көшпелі өмір салтын ұстанған қазақ халқы әр өсімдіктің пайдасы мен зияны туралы жақсы білген. Дархан даламызда жайыла өсетін қарапайым жусанды алайық. Бұл өсімдіктің дермене жусан атты түрін ішек құрты ауруын емдеуге, ал қара жусанның тамырын тәбет ашуға, ішек, асқазан, бауыр, өт ауруына пайдаланған. Халық медицинасында дәрілік өсімдіктерді қолдану жөніндегі мәліметтер ұрпақтан ұрпаққа ауыз екі айтылу бойынша жеткізіліп отырған. Жақсы балалар, енді осы мәтін бойынша мынандай тапсырманы орындаймыз. Мәтіннің тақырыбын анықтаймыз. Мәтінде не туралы айтылған? Мәтін қандай стильде жазылған? Және мәтін кімдерге арнап жазылған? Көзделген аудиториясын анықтаймыз. Қазына іздеу стратегиясы бойынша мәтінде кездесетін топонимикалық атауларды әйгілі ғалымдар менен және олардың еңбектерін жазамыз. Және де осы бүгінгі тақырыпты ашатын ең негізгі деген тірек сөздерді теріп жазамыз. Дескриптор мәтіннің тақырыбын, мақсатты аудиториясын анықтайды, тілдік ерекшеліктерін талдайды. Келесі жазылым тапсырмасы. Берілген сөздер мен сөз тіркестердің синонимдерін жазыңыздар. Дескриптор синонимдік қатар құрап жазады, мағыналық ұқсастықтарын ажыратады. Жазылым. Бумеранг стратегиясы бүгінгі сабақта оқылым және де тыңдалым материалдарын негізге ала отырып, екі оңай және бір қиын сұрақ құрастырыңыз. Бумеранг. Балар бумерангты лақтырсақ, өзімізге қайтып келетін зат. Демек, өзіміз құрастырған сұрақтарға өзіміз жауап береміз. Дескриптор. Оңай және де қиын сұрақ құрастырады, сұрақтарға дәлелді жауап береді. Кері байланыс. Бүгінгі сабағымызды осы кері байланыс арқылы қорытындыласақ. Бүгінгі сабақтан көзіңізбенен не көрдіңіз? Құлағыңызбенен не естідіңіз? Жүрекпенен не сездіңіз? Осы сұрақтарға жауап береміз. Үйге тапсырма. Акты құралдары арқылы бір дәрілік өсімдіктің атауын, оның орыс, ағылшын тілдеріндегі баламасын, қандай ауруларға ем екенін 4 сөйлем тәсіліменен жазыңыздар. Осыменен бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Назар аударып тыңдағандарыңызға көп рахмет. Сау болыңыздар.